Армысыздар, қымбатты көрермендер. Біз түрік халықтарының шығу тегі көне замандарға кететін тұран ел туралы деректердің Овесса сияқты біздің жыл санауымызға дейінгі жырларда айтылатынын біле тұра, 6 ғасырдан басталатын қағанаттар дәуірін көне түркі немесе байырғы түркі немесе ежелгі түркі дейміз. Осынымыз қаншалықты дұрыс? Уәждеріміз бен дәлелдеріміз қаншалықты дәйекті? Әлде Ресей тарихшылары бізге арнап салып берген тарихты кезеңдестіру кестесінен шыға алмай жүрміз бе? Неге біз 6 ғасырдан басталатын Ашена әулеті негізін қалаған қағанаттар тарихын орта түрік дәуірі деп атамаймыз? Хабарымыздың қонағы тарих ғылымдарының докторы, Мәрмәр Синан университетінің профессоры Ахмет Ташығұлы. Орта дәуірлік түркілердің бастау алуы. Енді орта түрік дәуірі сол түрік қағанаттарынан басталады ғой. Шығыс түрік қағанаты, одан батыс түрік қағанаты, одан ұйғыр қағанаты болып шығады. Орта түркі дәуіріндегі алғашқы жазба өнері. Алдымен олар тасқа жазған, тастарға. Сосын металл дейміз, темірге нәрсе жазған. Кейін бамбудан жазулар бар. Бамбулың үстінде. Сонда жібектен жазған. Тамыры терең асыл мұралар Тұрандаланы ежелден мекен еткен, тарихи тамыры тереңде жатқан, түркі қағанаты заманынан жеткен тарихи, мәдени жәдігерлердің өзақ орта түркі өркениетінің төлқұжат іспеттес. Орта ғасыр жазба ескерткіштері түркі халықтарының өткен тарихынан, мәдениеті мен әдебиетінен, тілі, тұрмыс тіршілігі тарихынан хабар беретіндей. Қазақ халқының жазу тарихы көне түркі жазуынан басталған деседі. Оған дәлел еліміздегі таутастағы қашалып салынған түрлі суреттер. Orta asır Türk tarihi negizinde bizim bärimizin ortak bolgan asırı. Sol kezde bugün yeryüzünde başka katlar ömür süretin bu Kazak, Kırgız, Özbek, Tuva, Yakut, Anadolu Türkleri bärimizin negizinde sol kezde bir de olup ömür sürdük. Bugünkü Altay coğrafyasında. Sol kezde yani bu Kaan bolgan kezde yeskertişler yesketüseydi. En manızı bolatın nerse o Kültügen'in Bilge Kağan Tonyukuk yeskertişleri bilesizler. Negizinde tasta bolganına kuanımız gerek. Ötkeni kağız jok bulup kaladı, toprak jok bulup kaladı, bırak tas. Kança 1500 yıl oldu, hala osunda tur. Яғни, көне түрік жазулары 5-8 ғасырлар аралығында Сібір, Монголия, Шыңжаң, Қазақстан, Қырғызстан және оңтүстік Ресей жерлерінде қолданылғаны туралы айтылып та, жазылып та жүр. Сонымен қатар Енисей бойы, Тува, Хакас, Алтай республикаларының Ресей құрамындағы түркі республикалары, Жаңа Сібір облысы мен Ертіс бойынан табылған орта түркі жазбалары мен ескерткіштердің қазіргі кездегі жалпы саны 150-дей. Орта түрік кезеңіне көптеген мән беруіміз керек, себебі кейінгі қазақ хандығының тарихы өзінің ой бастауларын, мұраларын, өзінің дәстүрлерін осы кезеңнен алады. Бұндай ескерткіштер күллі түркі әлемінің әр жағынан табылып жатыр, бірақ соңғы кездегі табылмалардың басым көпшілігі Қазақстаннан шығып жатыр. Осы уақытқа дейін көп ескерткіштер ендіден жаңадан табылып жатыр. Оларды группаларға бөліп, классификация жасап, зерттеу енді басталып жатыр. Орхан ескерткіштері тарихи құндылығы жағынан Құтқұл қаған, Білге қаған, Күлтөгін, Тоныкөк, Күлічор және Мойынчор ескерткіштері. Монғолиядағы Орхан, Селенк, Тол өзендерінің бойынан және Ресейдегі Минусинск ойпатынан табылған ескерткіштер. Қолданылған мезгілі 7-8 ғасырлар. Ескерткіштердің жалпы саны 30-ға тақау. Талас ескерткіштері оңтүстік Қазақстан, Жетісу, Сыр бойы мен Қырғызстан аймақтарына таралған. Көп шоғырланған жері қазіргі Жамбыл облысы. Қолданылған мезгілі бірыңғай 8 ғасыр. Ескерткіштердің жалпы саны шамамен 20-ға жуық.
Ахмет Бей, біздің студиямызға қош келіпсіз. Орта түрік дәуірі деп атауға қалай қарайсыз 6-шы ғасырдан басталатын тарихты? Біздің тарихimiz Kıta жазбалары бойынша біздің zamanımızdan bұрын 2255 жылда бастайды. Жазбалар бойынша. Бірақ археологиялық ескерткіштер бойынша біздің zamanımızdan бұрын 3000 жылдан бастауға да болады. Benim oyumca. O zaman sizin айтқаныңыз тура көне devir дейміз. Сосын орта devir. Orta devir. Türk Haganatı кезеңі орта devir деп айтуға болады. Біздің zamanımızdan бұрын 2200 жылдан бастап осы күнге дейін түрк әлемінде ол көрші болғанда bizden туралы көп жазып бар. Сосын рахмет айтуымыз керек деймін. Мысалы алдымен олар тасқа жазған, тастарға. Сосын металл дейміз, темірге темір солдан нәрсе жазған. Кейін bambudan жазулар бар. Bambuların астының üstünde. Sonunda jepekten жазылған. Aldın arjanda kağız geldi. Kağız gelgenden кейін тағы да көп жазылады. Сол. Сосын таспақаның үстіне жазған жазулар. Таспаның қабықтары дейміз бе? Түркше қабықтарына жазылды. Таспа қабықтары сол дұрыс. Ол тамбақ сияқты, тамға сияқты бәрі. Сонда тамбалар бар. Қызық. Ал енді тағы да бір мәселе осы Қытай жазуларын оқу мәселесінде. Енді кейбір иероглифтер енді бір түрлі оқылады. Екінші иероглифтер бірнеше түрлі оқылады. Өзі Қытайдың өзі оңтүстігі мен солтүстігі бірін-бірі түсінбейді. Иә. Содан кейін бізде ғұн дәуірімен айналысып жүрген зерттеушілер ғұн деген сөз ол Қытайдың пәленше иероглифінде құл деген ұғымды білдіреді, анау деген сияқты бір сөздерді айтады бізден сондай бір. Осыған қалай қарайсыз? Onca arayın o кезеңі өзгере береді. Бірақ негізінде Hun degende biz bizim zamanımızdan кейін 311 жылда bir Soğut деген Soğut tapıp var. Soğutların bir kocatında tapıldı. Hun деп dürüst yazıldı. Onun söz yok. Avrupa'da. Avrupa'da var. 374 жылдан кейін. Sosun problema yok. Baylanısı turalı olsun. Uludağ'ın en algaç imparatorluğu Gundar. Gun imperiyası. O beri bizden tabağız. Çocuk. Bu Ortalık Asya'nın kamıtıp Karadeniz'in sol üstüne tağı da Sibir'in işçilerini o berine Mongolia tağı da Mançurya solcu Kore'nin bu dalanı bir tulda bir tut baskartı bir tutası imparatorluk oldu. Modu Bahadır degen. Batır degen. Kazakistan Batır. Bir Türkçe'de Bahadır deyimiz. Sonday bir ülkenin imparatoru paçası oldu. Bütün baskardı. Sonra Kıtay kezinde Kıtay imparatorluğuna aile imparator oldu. Ona bir haç yazıp solay dedi. Ben özüm 26 memleketi özüme bakındırdım dedi. Sol. Sonrasında ülkenin imperiya. Sol kezinde biz biliyor muyuz? Bu Kazakistan dalasında Dinli degen tayfalar. Ogur tayfalar. Başka tayfalar. Tabii da Mongolya'da, Sibir'de. Başka Türk tayfaların beri onlarda yazı verildi. Sonrasında negizinde bizim Kıtay direktörün rahmet etmemiz gerek algısında. Ötken olar bu olmasa kalay öğrenemiz. Özümüzün tarihini. Tabii da salt düsturu yönünde de köp bize ülkeniyet yönünde, medeniyet yönünde. Memleket baskı üyesi. Ataklar soruldu. Bak aynı kıyınçılığı var. Onu айтып olmuşsunuz. Kıyınçılığı da var. Mына бізде Ұлытау атты бір керемет жер бар. Осы Қазақстанның географиялық орталығы. Тіпті Еуразия даласының географиялық орталығы. Циркульді алып былай айналдырсаңыз, тура сол Ұлытау болып шығады. Сол Ұлытауда Домбол ескерткіші дейтін ескерткіш бар. Тастан қаланған көне дәуірдің ескерткіші енді бірден біліп тұр. Домбол Қият деген халықтың атасы дейді. Қияттар сол Домболдан басталады дейді. Осы Домбол Монголда да бар. Добумерген дейді. Добумерген, Домбол. Оғыздарда да бар. Домрол. Ана қорқытатын аңыздарында айтылатын. Мен ойымша осы біздің эпостық жаңа тұлғаларды да шежірелік, аңыздық тұлғаларды зерттеу керек те қосымша қайнар есебінде пайдалану керек сияқты осы. Dürüst айтасыз. Ötkeni bu anızlarda tabii da başka eposları etnografik o dokümanları bərinin o cinav kirip cazbaşı direktermen salıştırıp bir neticeye varı mümkün. Sol dürüst айтасыз. Бірақ bizim tarihimizde ülgü memleketi retinde Türk Haganatının kabul gerek. O bärimizin
Atımızda жазған Türk тектес болғанын көрсетеді бүкіл түрк тайпаларына. Тағы осы Қазақстан өңірінде, Монғолияда, Кыргызстанда, солтүстік Қытайда, Түркменистанда, басқа бұл орталық Karadeniz'in sol üstünde kay tayfa kay жерде ömür sürdü. Onu bilmemiz gerek. O bizim mesela Kazaklar onun içinden çıkan, Kıpçaklar. Oğuzlar onun içinden çıkan. Bak Uygurlar onun içinden çıkan. Başka Kırgızlar, bari bütün Türk tayfaları onun içinden çıkan deyimiz. Alıp soracağız. Bu bizge o bari bizim ülgü memleket, modern memleket diyeyim ben. Иә. Енді орта түрік дәуірі сол түрік қағанаттарынан басталады ғой. Шығыс түрік қағанаты, одан батыс түрік қағанаты, одан ұйғыр қағанаты болып шығады. Осы қағанаттың жалпы түріктің қайтадан жаңғыруына, қайтадан мемлекет құруына сонда мұрындық болған, негіз себеп болған Ашина тайпасы дейміз бе? Осы Ашина тайпасы түсініксіз тайпа ма, әулет пе, династия ма, бұл бір топ адам ба осы мемлекетті ұйымдастырған? Ашина жөнінде мына түрік ғалымдарының пікірі қалай? Қалай осыған интерпретация бересіздер? Кім ол Ашина деген? Ben sol туралы оригинал құжаттарын бәрін оқып шықтым. Бәрін оқыдым. Ашина деген кішкентай тайпа маңызын білдіреді. Ашина деген ағылшын тілінде small tribe, кішкентай tayfa, ruh. Kişkentay ruhu bırak. Uruk siyaktı, kişkentay. Ülken tayfa yemez. Son bildiredi. Solun içinden böyle çıkıptı. Sonrasın aşağıya bu Kıtay dialektlerinde yazıldı. Oraya sol turalı Mongol dilinde, takıda İran dilinden göz karaslar var. Bu manisi turalı. Aşan değil. Türkçe asu turalı. Mesela bir yerden bir yere jogor ketip tıkaytadan. Sonra aşu turalı, sonra asu turalı. Katakçalar asu değilsiz ya. Sol turalı maniler bildiredi. Енді осы орта түрік дәуірінде мына енді ұйғыр, басмыл, қарлық арасында үлкен енді ішкі қарым-қатынастар, күрделі сондай пайда болды, соғыстар болды. Осы кезде шығыстан мына қидан мемлекеті пайда болды. Қытай, қара Қытай дейді. Иә. Бұларды біз қай субстратпен байланыстырғанымыз жақсы? Түріктермен бе, жоқ Монғолдармен бе? Kara Kıtayları, negizinde Kitanları Mancılarla bağlanıştırıga oladı benim oyumca. Ola bizge yakın gelmeydi. Mongol tayfalar yakın geldi. Bırak Kitan tayfalar gelmeydi. Onlar negizinde Kıtay'a barganlar, Liao Han devletini kurganlar, sonra Orta Asya'ya gelip Kırgızistan'da Kara Kıtay memleketini kurdular. Sol. Olan keyin Türklerмен karım katnası oldu. Bırak negizinde o Kıtan tayfası Kıtayşa Çidan deydi. Kıtayşa yazgan Çidan deydi. Onlar Mançurya'da. Mançurya'nı bilirsiniz. Mançurya'dan çıkıp Kıtay'a varıp Kıtay'dan Orta Asya arkalı, Mongolia arkalı bu osu Kırgızistan'a gelen bir tayfa. Иә, Жетісу жерінде болды, Жетісуда болды. Иә. Қара Қытай мемлекетін құрды, Гурхан дейді, иә. Оны кейін наймандар басып алды ол жерде. Наймандар басып алды, күшік. Ана Гурхан деген титул, лауазым. Ол түрше. Ол түркше ме? Түрше. Ол қандай? Мысалы Ақсақ Темірде Ақсақ Темір көреген дейді, көреген. Гурган. Гурхан екеуі бір мағыналы болуы. Benim oyumca başkaça. Ol gür takılı. Bizde gür degen söz var. Gür. Ol mıktı bolğun ko'rsatır. Gür. Ол кәдімгі Осман түркілерінің arasında söz ha. Gürhan. Biz solay deymiz. Gür. Mıktı. Mesela köp akatın suğa gür akadı deymiz. Akadı. Mesela başka köp bir neyse köp üsürüp olsa gür deymiz. O mıktı takıda cesartını gösterdi. Sosun mıktı adamdı sosyal mıktı han. Benim oyum solay. Күшті хан. Özü filolog emesmін ama күшті dep aytıga barады. Dürüst айтасыз. Күшті деп. Ал енді жаңа басмылдардың тағдыры қызық та? Қызық. Иә, басмылдар хан болды, патшалық. Одан ұйғырлар алып қойды. Сосын басмылдар екі жаққа қарай көшті. Біреу Ертіске қарай көшті, біреуі Бешбалыққа қарай. Шығыс Түркістан, қазіргі ұйғыр жеріне қарай көшті дейді. Кейін келді басмыл аты тарихи шежіреден шығып қалды, жоқ. Мына Ертіс бойында әлі күнге дейін Бәсентин деген тайпа отыр. Бәсентин. Енді Қытай Орхон деректеріне Басими, Басмыл дейді. Басими дейді. Иә. Осы Бәсентин менен Басмыл
арасында байланыс болуы мүмкін ба? Қалай сіздің? Өйткені олардың тұрған жері бұл Теңіртаудың шығыс, солтүстік шығысы. Мен ол сол жер болуы мүмкін. Диван Люгатун картада көрсетеді. Диван Люгатун Түркелерін көрсеткен кезде картада Түркелерін қалай болғанын көрсетеді. Mesela Басмілдеген тайпаның жерінен қарап шығу керек. Диван Люгатун Түркте. Иә. Енді ана Ширеде айтылады, олардың Ертіс бойына қалай. Абылғазы Бахадур хан айтады, Шире Ертіс бойына көшіп келді дейді. Ұйғырлардан қашып. O mümkün uygulardan kaçırdı, sosun kuramına kirgen çıkar. Eli o takıda bu Karahan memleketinin kuramında bolganda. Sosun Şingisan kezeninde, Karakatay kezeninde onlardan bakınıp alı gün geçirler deyimiz. Ал енді орта түркі дәуіріндегі бір ауыр кезең ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін басталады, мен ойымша. Солай емес пе? Жоқ, әлде басқаша түсіндіруге болады ма? Қырғыздар қайдан келе қалды? Неге қырғыздар күшті болды? Ұйғыр мемлекеті ұйымдасқан, күшті, мемлекеттік дәстүрі бар. Bırak sol kezde bir Uygur kolbaşçısı, Uygur Han Devleti'nden beri Kırgız memleketinden barıp özünün memleketini satıp çıverdi. Onlardan bir gel geldi. Onlar kömektesti. Sol. Negizinde Uygur İmperiyası. Bırak Han Devleti arasında problemler köp bolganda. Çatasıp bolganda. Oldu. Kırgızlar o 100.000 askermen gelip basıp aldı. Son deyimiz. Bu onu kaytırdı. Bu problem yok. Direktörde yazılı verdi. Sol. Ал енді мына қырғыздың өзі құрылымы қызық, енді білмеймін, арнайы зерттеп, сіздер зерттеп жүрсіздер, біз үшін зерттеп қойған жоқпыз. Сол дәуірде мына қырғыздар дейді, қыштымдар дейді. Қыштымдар мынау отырықшы тұрғындар, Енисей бойында аң аулайды, қол өнерімен айналысады, темір балқытады деген сияқты. Сосын қырғыздар, бұлар жауынгер, аттылар. Мына қазіргі Хакас халқы сол қыштымның тұқымы ма, жоқ қырғыздардың тұқымы ма? Қазіргі Hakas halkı Kırgızların tuğumu. Bu Kırgızlar negizinde Moğol kezinden başlayıp başka da caycay o sıcak bu Tarbakat'ın tüp şeye o Tengirtau bir Tianshan diye bir Tengirtau'a köşüp vardı. Bırak negizinde onlar kalganları Hakas yapıldı. Bırak negizinde Hakas deken at Türk attı. Ne gibi biliyorsunuz mu? Kırgız atı Kıtay dialektinin türlü yazıldı. En son yazılganı en son Gılolu degen Karluklar yazıldı. Hıgısı dep yazılgan. Mesela Gıkun, Ciankun, Ciego, Çigu, Ciego, Ciacası, Şacası, Hıgısı. Hıgısı en son yazılı. Hıgız, sonuçta onlar o 19. 20. asırda Kıtay dialektlerine karap, o sıcada ömür sürgenlere Hıgısı dep. Oylap sonuçta Hakas atılım. Hıgısı Hakas bulu kerek dep oylap özlerine aldı. O dürüsemez negizinde. Hakas degen o negizinde dürüsemez. Hıgısı dep. Hıgısı Kırgız degen sözün Kıtay dialektinden yazılgan. Sonki versiyası. Сол. Мына Шығыс Түркістанның халқын біздің қазақтар, басқа халықтар, отырықшы халықтар тараншы деп атады. Сарт дейді, тараншы дейді. Кейін 1930 жылдары Бартальд 20 жылдардың соңында Бартальд бұларды ұйғыр деп атайық. Бұл жерде ұйғырлар болған кезінде деп атады. Қазір ұйғыр деген атау оларға әбден сіңді. Олар енді қабылдады. Этникалық сана сезімдері бәрі соның маңайына консолидацияға бәріне сондай. Бұндай да қызық дүниелер болады. Tarançı degen sonra aytıldı. Bu yer öndürüsü men anlatan tarım değil Türkçe'de. Son aynası adamlarga tarançı sondan gelebilmek. Çünkü onlar jergilikte bolganda, oturukçu bolganda yer önümdürü men anlasıp жүрді. Sizde tarım değil mi? Tarım deyimiz. Tarım degen egінші деген. Egінші адамның bildirеді. Бау-бақша өсіруші. Сол бәріне. Соған ол тікелей сәйкес келеді таранçı дегенде. Әрине Uygurların kuramında 9 tayfaları тағы басқа тайпалар бар. Бар. Бірақ олар енді ана отырықшы болып қалған, егінші болып қалған. Бірақ ана ұйғыр сондай сіңіп кетті араласып. Мына Хакаста сондай деп отырсыз ғой енді. Иә, шартты ұғымдар. Ал енді біз мына шығыс түркі бір қызығы жазба ескерткіштердің бәрі шығыс түркі қағанатының жерінде. Dürüst. Кейбіреулер mesela Talas'ta тағы да басқа Батыс Қазақстанда или кішкене бар. Бірақ көпшілік шығыс түркі қағанатында. Батыс түркі қағанаты
сонда ана жазба ескерткіштерге өте көп қатысы жоқ болып тұр. Солай негізінде. Мүмкін керек болған жоқ деп ойлады сол кездің патшалары. Кагандар солай болуы да мүмкін. Бірақ Кыргызстан өңірінде ben байқадым. Koçkor деген bir yer var, bir kala var. Kalanın önü tavda. Batı Türk Kagalı'dan gelgen köp sanda tambalar, tırda icazurlar var. Er atım onok deydi mesela sözcüde. Onu evet onok o sözcüye geldim aldım degen köp sanda icazurlar var. Takıda Kırgızistan'da Talas degen aymakta çoğu önüründe cazba herkesler var. O Badep Aytuga boladı. Bırak bu sefer o Zaysan'da o şu önünde cazu kesesilmeyen benim oyumuşa. Bırak Karatavlar'da var dedi. Ben barkan yok mu görken yok mu? Batı Kazakistan, Ontüstü Kazakistan'da Karatav önünde. Yani kanlı жазу дейтін жазулар onda әлдезін зерттеу керек шамасы. Ахмет бей тағы да бір мәселе. Bir сұрақ, енді соңғы сұрақ. Мына орталық Қазақстан жерінде мына Ұлытау, Жезқазған, Жезі сияқты ірі кен орындары бар. Бұдан мыс қорытылады, қола алынады. Алтын бар, күміс бар. Енді жалпы орталық Қазақстанның асты толған қазына. Бұл қазынаны біздің жеріміздегі ата-бабаларымыз, сіздің де ата-бабамыз, біздің де ата-бабамыз, біздің эрамызға дейінгі 2-ші мыңжылдықта өндіре бастады. Талай миллион тонна руда жер бетіне көтерілді. Түрік дәуірінде ол кен орындары жұмыс істеп тұрды. Ал енді осы кен орындары ол енді сауда. Сол емес пе? Кен орындары ол ана металл сыртқа кетіп жатты, өзге өркениеттерге кетіп жатты. Неге мына мемлекет құру процесі не осы қалай әсер етті? Неге біз орта түрік дәуірін басталуын ана шығыс жақтан көреміз? Мына жерде не болады? Бұлар ұйықтап жатты ма? Кен орны тоқтап қалды. Bu Kazakistan'da solay bir köşkeras var bu Oruslarda ensinlemem. Bizde söylemez. Ben bir tutas görem. Ben özüm emeklerimde, size vergen çıkarmın. Türk aganatı emeklerimde, takıda Türk tayfaları turulu emeklerimde bir tutas görem. Arayına bu tekkene çıkısı emez. Batısman tikeli balinası var. Kanan şey. Mesela Tarduk agan 600. yılda başlayıp 3 yıl Batıs'a varıp, Çıkıs'a varıp, Çıkıs'ta baskardı Batıs'ta. O erden bile de özlerini. Onda problem yok. Kıtalar cici, elçici veredi. Biz tarih boyunca problem yok. Bu tarih muhtemelen gelsek, öğrensek beni şaşıramaz. Yani Batı Türk kanatından Шығыс Türk kanatından bara veriyor. Sonunda neler var? Ton Yabgu Kagan var olsun. Ton Yehu Kıhan dedi Kıtay dereklerinde. Ton Yabgu Kagan olsun Kazakistan olsun kendi teritoriyonu baskardı. O mıktık agam oldu. Çıkıstan takı mıktık oldu. Ben özüm negizinde bir tutas karayım. Bir bütün demiş Türkçe'de. Bir kaganat o olsun solay böyle. Tayfaların beri de solay negizinde. Sosun tağda bu kadar solay ayıkladım. Sadak değilse sadak yaydık. Şu şeket tartatan adamlara dedi. Sorun berine. Takı kızık bir nerse sizge. Eski İran dereklerinde, Pers dereklerinde bizim zamanımızdan keyin 420. yılda Sorayda'ydı. Sır önür var bile. Sır önüründen Kazakistan önüne Karagancar'da ömür sürgen tayfalardan berinin atağı Türk töp aytıladı dedi. Kızık var. Tek ana bir tayfanın atayamaz. Berimizden Türk değil. Жалпы Türk. Жалпы Türk değil. Енді бір ұсыныс. Енді осымен әңгімені бітіреміз енді, Ахмет бей. Енді біз айтып отырмыз 6-шы ғасырдан бастап, түрік қағанаттарынан бастап, осы бертінгі дәуірді орта түрік дәуірі деп атайық деп отырмыз. Енді бұл жерде жаңағы өзіңіз айтқан басмырыл, қарлық, ұйғыр кезеңінен кейін мына Қарахан мемлекеті пайда болады. Енді 9-шы ғасырдың ортасына қарай. Бұл мұсылман дәуірі. Сонда біз мұсылманға дейінгі орта түрік, мұсылманнан кейінгі орта түрік деп екі кезеңге бөлген дұрыс болады ма? Қалай ойлайсыз осыны? Ben onca dürüst emez. Ötkeni Karahan memleketi kanşa Müslüman memleket olsa da o dalalık örkeniyet negizinde. Karlıklar vardı. Karlık dalalık örkeniyet. Sonra o başka şey. Mesela Selçuklardan keyin özgörü mümkün. Ötkeni ol bizden Türkiye jakka barganda o jergilikte halk boluga bastıkandan keyin özgürlükler başladı. Başka şey aytıp oldu. Benim oyumca bakış emez aymaktık dalalık örkeniyet, dalalık saktas Türk'te jergilikti Türk'te sol ayırmaşılık takacaksı vardı benim oyumca. Bu başkası.
Өткен her memleketin özünün erkekçiliği var. Ахмет Бей, енді бір жақсы бір тақырыпқа әңгімелестік сіз екеуміз. Тарихта аңызға да, ақиқатқа да деп ой түбіне үңілген азаматтар бізде баршылық. Қымбатты көрермен. Осымен тарих айнасының бүгінгі хабары аяқталды. Біздің бағдарламаның шығарылымдарын www.bmtv.kz сайтынан көре аласыздар. Аманшылықта, баршылықта, зейінді ортада кездесе берейік.